Сәлеметсіздер ме, құрметті пайдаланушылар? Бұл бейнеде білім класс платформасында мектеп қызметкерлерін қалай қосу керектігін қарастырамыз. Сол жақ мәзірге өтіп, мектепті басқару бөлімін таңдаңыз. Содан кейін мұғалімдер және қызметкерлер тармағын басыңыз. Ашылған бетте қызметкерді қосу түймесін басыңыз. Деректерді толтыру формасы ашылады. Міндетті өрістерді толтырыңыз. Қызметкердің жеке сәйкестендіру нөмірін және телефон нөмірін енгізіңіз. Содан кейін атын, тегін және қажет болса, әкесінің атын көрсетіңіз. Туған күнін және жынысын таңдаңыз. Одан кейін ашылмалы тізімнен қажетті рөлді таңдаңыз. Мысалы, мұғалім, әкімші немесе басқа қызметкер. Егер мұғалімді қосып жатсаңыз, қосымша өрістерді толтырыңыз. Оқыту бөлімінде мұғалім жүргізетін пәндерді белгілеңіз. Бұл сабақ кестесін автоматты түрде дұрыс қалыптастыру үшін қажет. Оқыту тілдері бөлімінде мұғалім сабақ беретін бір немесе бірнеше оқыту тілін таңдаңыз. Аптасына максималды жүктеме сағат өрісінде аптасына максималды сағат санын көрсетіңіз. Қолжетімді кабинеттер бөлімінде мұғалім жұмыс істей алатын кабинеттерді таңдаңыз. Назар аударыңыз. Егер бірде-бір кабинет таңдалмаса, мұғалім кез келген қолайлы кабинетте жұмыс істей алады. Барлық өрістерді толтырғаннан кейін сақтау түймесін басыңыз. Қосылған қызметкердің деректерін қарау үшін оның картасындағы толығырақ түймесін басыңыз. Мұнда қызметкер туралы барлық ақпаратты көре аласыз. Ал қолжетімділік блогында кейінірек қызметкерге беретін логин мен парольді көресіз. Қажет болса, беттің төменгі бөлігінде пәндерді, оқыту тілдерін, аптасына максималды жүктемені және қолжетімді кабинеттерді өңдеуге болады. Енді сіз білім класс платформасында мектеп қызметкерлерін қалай қосу керектігін білесіз. Егер сұрақтар туындаса, әрқашан білім класс қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі бейнелерде кездескенше.